Көп ұлтты елімізді мекендейтін ұлттың бірі татарлар. Қазақстанда 300 мыңнан астам татар ұлты тұрады. Байкал көлін жағалай қонған татар ұлтының диаспорасы да қазақ жеріне тағдырдың тәлкегімен көшті. Татарлардың да қазақ дәстүріне ұқсайтын тұстары көп. Дініне мұғым татар ұлты алғаш қазақ даласына ислам дінінің кіруіне тікелей ықпал етті. Сонымен бірге татарлар Ресей мен қазақ ел арасындағы сауда-саттықты дамытуға тікелей себепші болды. Жалпы татар халқының дәстүрлі ұлттық киімінің қандай ерекшеліктері бар? Ерлерге, әйелдерге арналған киім түрлері қандай? Шекен мен қалпақты кімдер киеді? Осындай мәселелер жайында қысқаша сипаттамалар беріп кетеміз. Өбетейді ерлер де әйелдер де киген. Әйелдердің бас киімі қалпақ деп аталады. Ол дәстүрлі татар киімінің ажырамас бөлігі. Қою жасыл түсті қалпақ мақпал матадан тігілген. Зерлі жіппен кестеленіп, түрлі тастармен және әшекейлермен безендірілген. 20 ғасырдың бас кезінде татар халқының зиялы тобы еуропалық үлгіде киіне бастады. Дегенмен татар әйелдерінің ұлттық бас киімі қалпақ күні бүгінге дейін сақталған. Қалпақ қыз келіншектердің шашын жасыратындай етіп ұзындау пішіледі. Ислам дінін ұстанған татар халқының әйелдері шашын көрсетпеген. Татар ерлерінің ұлттық киімі шалбар, жейде, камзол және шапан. Ерлердің ұлттық киімі де гүлді ою өрнектермен безендіріледі. Татар ерлері күнделікті өмірде кең балақты шалбар мен жейде киген. Жұмыс істеуге ыңғайлы, жейденің сыртынан камзол киген. Тік ойық жағалы жейде ерлердің күнделікті киімі саналады. Оның етегі ұзын болады. Қарттар мен балалардың жейделері тізеге дейін түсіп тұрған. Оны ақшыл қызғылт және сұрғылт түсті матадан тіккен. Жейденің үстінен киетін камзолды татарлар чекмен деп атайды. Чекменге қалың матадан қайырма жаға салып тігеді. Киімнің барлық түрінде белбеу болады. Белбеудің ұзындығы 5 метрге дейін жеткен. Түрлі түсті матадан тігіледі. Ұшына шашақ тағылады. Татар костюмының ұлттық сипаттамалары әйелдердің киімінде айқын байқалады. Татар әйелдерінің дәстүрлі костюмі трапеция тәрізді силуэтпен, қанық түстермен, кесте мен ою өрнектердің көптігімен ерекшеленеді. Татар әйелдерінің кең тараған киімі етек жағы ұзын көйлек. Көйлек шашақтармен, кестелермен өрнектеліп тігіледі. Көйлектің сыртынан камзол киген. Әйелдердің камзолы ерлердікінен түрлі кестелермен ерекшеленеді. Татар әйелдері тігіншілік пен кесте тігу өнерін бала кезден үйренген. Бұл халықтың ұлттық киімі әдетте қанық түсті маталардан тігіліп, ою өрнекпен зергерлік әшекейлермен безендірілген. Халықтың ұлттық костюмі елтаңба, гимн және тіл сияқты маңызды. Ол белгілі бір азаматтығы мен тұлғаны анықтайды. Ұлттың ерекшеліктері мен сипаттамаларын бейнелеуге мүмкіндік береді. Сіз матур қызлар никше яртасыз, Йөрәгемнең яңларын аңламайсыз. Мин ішімді келтіп шөтті қыршып мақтайлар, Қызлар ғына лапуз яратмайлар. Сіз матур қызлар никше яртасыз, Йөрәгемнең яңларын аңламайсыз. Сіз матур қызлар никше яртасыз, Йөрәгемнең яңларын аңламайсыз.